Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Асқар Алтайдың прописка әңгімесінің тілдік көркемдік ерекшелігіне талдау. Оқу мақсаты шығармадағы көркем ауыстыруларды, троптарды, метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градацияны әңгімеден анықтау. Күтілетін нәтиже Асқар Алтайдың прописка әңгімесінің тілдік көркемдік ерекшелігіне талдау және шығармадағы көркем ауыстыруларды, троптарды, метафора, кейіптеу, метонимияны анықтай отырып, мәтінге талдау жұмысын жасайық. Яғни Асқар Алтайдың прописка әңгімесіне талдау жасайық. Ақтұмсық Алтайдың танауына әлі сіре жүгірмепті. Маңай мұрты бұзылмаған сере-сере қар. Алтай қыс ағыл-тегіл аспаннан саулаған ақ тасқын ұмтаған қалпы. Өлі дүниедей. Өзі кеше ғана аттанған алматын еске алды. Көкек Астанада күшіне еніп, қызуы қоламтада жүз шарпығалы Алатаудың да биік бауырындағы қалың қар лайсаңымен апыл-ғұпыл аттанып кеткен еді. Биыл биік Алтайдың басындағы ұшпа бөркі тұрмақ, етегіндегі жел қағып, қар тоқтамайтын тастақ қыраттарды да наурыздың ақша қарын жамылып самарқау жатыр. Сырбаз Алтай тәрізді көктемге жонын бергісі жоқ. Осындағы ұшпа бөркі метафора таудың ұшар басы деген мағынамен алмастырылып жұмсалып тұр. Танау метафора ауысмағыда да жұмсалып тұр. Сіре деген қаншаға тағылады, денесін ембеу үшін қаншаға тағылатын зат. Сере-сере қар, боран мен текшеденіп қатып қалған қарлар, саулаған ақ тасқын, қардың қыстай көп жауғанның белгісі, әрі кейіптеу. Өлі дүниедей қатып қалған текше сере қарларды теңейді, яғни қатып қалған қарларды өлі дүниедей деп теңеп тұр. Апыл-ғұпыл аттанып кеткен адамның іс-әрекетін қозғалысын беріп тұр, кейіптеу. Әдеби шығармада жансыз табиғат құбылысы тірі кісінің қылығымен ауыстырыла суреттелетіні көптеп кездеседі. Құбылтудың мұндай түрі кейіптеу деп аталады. Сырбаз Алтай дегендегі сырбаз сөзі эпитет. Алтай, сырбаз, кербез Алтай деп Алтайдың ерекшелігін байқатып тұр екен. Күн ұзарған, күн қысқарған, көкектің кәрі қызындай қылтың-сылтың басы, көкек келсен наурыз жылымығының айырма қызыл шынағы қалашын дірдек қақтырып, ұлан асуына қарай созылған ұзақ жол беті тер жалағандай. Жып жылмағай көк мұз, алды-арты бірдей тартатын шағын сары автобус ішіндегі аз ғана жолаушыларды сілкіндерге ұрып, соқтырып келеді. Ең артқы орындықта отырған Архат олардың іс-әрекетіне көз жіберіп, көңілсіздеу күйде көзін жұмған. Осындағы қыздай, сиыр жалағандай деген теңеу, өйткені күннің ұзарғанын, қыстың күннің қысқарғанын осы кәрі қыздай деп қызға теңеп тұр. Сиыр жалағандай жолдың бетін, жалтырап жатқан жолдың бетін осы сиыр жалағандай деп теңеп тұр. Көк мұз дегенде бұлары да жып жылмағай көк мұз, көк эпитет болады, мұздың ерекшелігін аңғартып тұр. Артқы есік ашылған бойда тыстағы боран ішке лап қойды. Аждаһадай ұйтқып ала жөнелді. Қырандай қырындап қалған есіктен құйылған қар Архаттың да ашық өңіріне сау етіп, мойны мен алқымы мұздай қылды. Архат бірінші болып қырынан жатқан автобустың үстіне көтерілді. Атқұлағы көрінбес, боран орайда борап, екпін мен қаңбақ құрлы көрмей жұлып кеткісі бар. Тысқа тағы бір жігіт шықты. Қалғандар іште. Іштегі жігіттер көмектесіп жолаушыларды көкке қарап қалған жыл автобустың есігінен біртіндеп шығара бастады. Ең соңынан шофер көрінді. Осының ішінде аждаһадай, ұйтқып дегенде аждаһадай, яғни жыландай, боранның ұйтқып, айланып, үйіріліп, еріліп соғуын, жаңағы боранды осы аждаһаға, жыланға теңеп тұр екен. Теңеу заттың мұздай дегеніміз теңеу, қырандай дегеніміз теңеу. Яғни автобусты, қырындап барып құлаған автобусты қыран бүркітке теңеп тұр. Қырандай теңеу, теңеу дегеніміз затты нәрсені құбылысты немесе заттың нәрсенің құбылыстың белгісін, қасиетін, сапасын екінші бір нәрсемен салыстыру. Жаңағы автобусты қыран бүркітке теңеп тұр екен.
Ал алқымындағы келген жаңағы қарды суықтығын мұздай деп жаңағы мұзға теңеп тұр. Ат құлағы көрінбес, қаңбақ құрлы көрмей дегендер бұлар тұрақты тіркес болады екен. Беттен алып төске шапқан қарлы желмен жолаушы автобусы Ұлан ауылына 3 сағаттан аса алысып, ақыры Самар жазығына еңкейер тік шатқалға іліккенде пышақ кесті тиылған. Бұл кезде күн бесінен ауып, бұлыңғыр аспан асты мен терең шатқал үшін қараңғылықтың хабаршысындай зәрлі көлеңке иеленген. Сары автобус кілт тоқтады. Шофер орнынан көтеріліп, ту сыртына жауып алған Алтай барысы суреті плакатын жапсырған жалпақ әйнек шетінен кеудесімен көрініп, Ұлан асуынан айтқанға көнбей өз бетімен кеткен 3 жас жігітті жолаушыларды есіне түсірді. Осындағы қараңғылықтың хабаршысындай деген теңеу, өйткені бұл арада шатқалға кірген кездегі қараңғылықты айтып тұр. Яғни шатқалды осы қараңғылықтың хабаршысындай деп теңеп тұр. Бұл жердегі хабаршысындай теңеу енді зәрлі көлеңке дегенде көлеңкенің ерекшелігін көрсетіп тұр. Оның зәрлі деу арқылы оның өте бір айбынды екендігі, көлеңкенің қорқынышты екендігі осы сөз арқылы беріліп тұр, көлеңкенің ерекшелігі екен. Алматыға сыймаса да атамекені Алтайына табан тіреп, ертең ақ көңілі бүрлеп шыға келер. Жолаушылар мінген автобус Самарға кері қайтты. Оған көк таяз тас жолға шалынған жалғыз ай ілескен. Асуда бұрқақ өзенде өлкөк соққан болмалы күн түнге ауысқан. Арқат күршімге күнбе-күн жете алмады. Ал бұрқақта бұлаңытып кеткен бұландар, жігіттер сол бойы оралмады. Арқат ымырт аязынан тітіркеніп қойды. Осы үзіндіде атан атамекені Алтай деген сөзде атан бұл метафора, яғни атан дегеніміз ұзақ уақыт бос жүріп әбден семірген 6-9 жасар түйе. Бұл арада Алтайды осы атанға теңеп тұр. Бұл метафора болады екен, ауыстырып қолданып тұр. Бүрлену кейіптеу, ағаштың бүрлеуі мүмкін, көңіл бүрлемейді. Бұл арада кейіптеу болады екен. Ай ілесті, бұл кейіптеу болады, өйткені ай ілесе алмайды, адам қозғалысына беріп тұр. Яғни әдеби шығармаларда жаңағы тірі кісінің қимылымен ауыстырыла суреттеулер бар. Бұл жерде айды жаңағы адам қимылымен беріп тұр. Бұландай жігіттер теңеу, бұларда бұғылардың ең ірі бұлан, яғни бұландай жігіттер дегенде бұл жігіттердің сүйекті, нардай, төзімді екендігі, жаңа суыққа қарамаса олардың кетіп қалуы осы мағынада беріп тұр екен. Төменде берілген өлең жолдарынан тілдің көркемдегіш құралдарын табыңдар. Үзінді берілген, осы үзіндіден тілдің көркемдегіш құралын табасыңдар. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін күнделік KZ немесе электронды почта, WhatsApp желісі арқылы бересіңдер. Кері байланыстың тапсырмасы ол мәтіннен үзінді берілген, осы үзіндіден тілдің көркемдегіш құралын табасыңдар. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.